Ливерпуль, Реал, УЕФА Чемпиондар Лигасының финалы 28 мамырда сенбіден жексенбіге қараған түні болады. Ағылшындық клуб кубокты көкке көтере ме, әлде Карло Анчелотти бастаған испаниялықтар 14 рет Европаның үздік клубы атана ма? Карим Бензема тағы гол соға ма? Ал Мухаммед Салах 2018 жылғы сәтсіздіктен кейін реванш ала ма? Кім жеңеді? Қандай бәс тіксек болады? Матч қайда өтеді? Кім төрелік етеді және қай ойыншыларға ерекше назар аударамыз? Сұрақ көп, жауабын бірге іздейміз. Армысыздар, құрметті көрермендер, мен Бексұлтан Қосовпын, ал бұл Біргіз дода YouTube арнасы. Алда финал, бұл шығарылым соған превью. Финал жайлы сұрақтардың жауабын береміз. Дайынсыздар ма? Кеттік. Ағылшын финалын күткендер көп еді. Алайда жартылай финалда Реал фантастика ұсынып, ақтық ойынға жолдама алды. Енді Карло Анчелоттидің командасы тағы да ағылшындық клубқа қарсы ойнайды. Тағы бір рет ғажайып орын алар ма екен? 2017-2018 жылғы маусымның финалында Реал мен Ливерпуль бір-біріне қарсы ойнаған. Ол кезде жеңімпаз испаниялық клуб атанды. Биыл мерсайдықтар реванш алуға ниетті. Сөйтіп 2018-2019-дағы маусымның сәтті нәтижесін қайталауды қалайды. Ол кезде Юрген Клопптың ұжымы Чемпиондар Лигасын ұтқан. Былтырғы маусымда да Реал мен Ливерпульдің жолдары түйісіп еді. Ширек финалда король клубының мықтылығы дәлелденді. Сливичнилар жартылай финал өтіп, сосын болашақ чемпион Челсиге есе жіберген еді. Ал енді 2022 жылдың 28 мамырындағы Реал мен Ливерпульдің ойынында кім фавориті? Бриксбет букмекер компаниясының ойынша Ливерпуль жеңеді. Бұған 2 коэффициент беріліп тұр. Реал жеңеді дегенге 3,5 коэффициентті ұсынылуда. Финалды одан әрі қызығыра жету үшін бәс тіксеңіздер болады. Бриксбет ең сенімді букмекер, ең жоғары коэффициенттер де осында. Ал Бриксдота промокодын терсеңіз, тіпті 200 теңгеге дейін бонустық теңге аласыз. Сәттілік. Ливерпульдің финалға дейін жүрген жолы. Ливерпульдің биылғы керемет ойын өрнегіне қарап, триумфальный 2018-2019 жылдардағы маусым еске түседі. Ол кезде Юрген Клопптың командасы АПЛ-да Манчестер Сити мен чемпиондық үшін соңына дейін таласқан. Бәлкім Сити мен Ливерпульдің бәсекесі екі тарапқа қосымша күш сыйлайтын болар. Қызылдар қалықтарды мықты екендігін дәлелдеу үшін күн сайын жетіліп, мінсіз ойын көрсетуге тырысады. АПЛ-да аянбай қиналғанымен Чемпиондар Лигасын ұтып алуды да ұмытпайды. Биыл шыны керек Ливерпульдің Чемпиондар Лигасында жолы болды. Айтарлықтай азулы қарсыластар түсе қойған жоқ. Сондықтан Клопптың командасы финалға қиналмай жетті. 12 матчта бір мәрте ғана жеңілді. Интерге қарсы қарымта кездесуде. Нерадзури ағылшындықтарды екінші ойында біраз терлеткенімен келесі кезеңге жолдаманы алғашқы матчта қолдан беріп қойған. Ширек финалда да Бенфиканың тағдыры бірінші матчта шешілді. Вильяреалды да мерсайдықтар еркін бағындырғандай көрініп еді. Жартылай финалдың алғашқы матчында сенімді ойнаған қызылдар испаниялықтардан кедері көрмейтіндей сезілген. Сөйтсек, сары субмаринаның футболшыларының бір саусағы бүгулі екен. Жауапты текетіресте жүйкені әбден жұқартқан Вильяреал нағыз сенсацияны жасауға шақ қалды. Алайда Ливерпульдің класы шешуші рөл атқарып кетті. Ливерпульдің тактикасы Клопп ылғи 4-3-3 форматында ойнайды. 2015 жылдан бері бұл формация талай трофейлерді ұтуға негіз болды. Командаға кім қосылса да жүйеге еркін сіңісіп кетіп жүр. Ливерпульдің селекциясы мінсіз қызмет атқарады. Нәтижесінде Диего Жота мен Луис Диас жарқ етіп жанып, ұжымды алға сүйреушілердің қатарынан табылды. Қазіргі Ливерпульді тоқтату кейде мүмкін емес те сезіледі. Ливерпульдің үздік футболшысы. Команданың негізгі ойыншысы әрине Мухаммед Салах. Оған көмектесетін әріптестері де осал емес. Әсіресе осы маусымда аса жоғары деңгейде өткізіп жүрген Садио Мане де биік шыңды бағындыруда. Алайда именно осы мысырлық патша 2017 жылдан бері команданың басты символы. Биылғы финалда қарымта қайтарам деп уәде берген Салах көрермендердің көзайымына айналар сөзсіз. Ол чемпион атану үшін барын саларына күмәнім жоқ.
Салах Европадағы мансабын Швейцариядағы Базелде сәтті бастап, 2014 жылы АПЛ-да бақ сынап көруді қалаған. Алайда Челсиде ашылмаған соң египтянин Ромаға ауысты. Италияның А сериясында жарқын ойын көрсетіп, Англия алаңдарына қайта оралды. Ливерпульде Салах әлемдік деңгейдегі жұлдызға айналды. Жылдамдығы, ойынды терең түсінуі, голды көп соғуы египеттік шабуылшыны өзгелерден биік қоюға себеп. Абырой болғанда Челсиге қарсы көбіктік матчта алған жарақаты ауыр емес. Сондықтан Салах финалға қатыса алатыны қуантады. Мәкең Чемпиондар лигасында 33 гол соқты тастаған. 34-шінің кезегі келді ме екен. Бұл финал Салах үшін ерекше мәнге ие. 2018 жылы Киевтегі матчтан бері 4 жыл өтті. Алайда Салах сол бір кешті ұмыталар емес. Ливерпульдің лидері алаңда жартақ сағат доп тепкен. Реалдың сол кездегі капитаны Серхио Рамос оны жарақаттады. Көзінен жасы тоқтамай аққан Салах кездесуді әрі қарай жалғастыра алмады. Арманы алыстай түсті. Сол себепті мысырлық шабуылшы биылғы финалға шыға салысымен Стад де Франста Реалды күтемін деп хабарлады. Кек қайтаратын кез келді деп жазды ол Твиттерде. Do you think it's a revenge mission against Madrid? Do you see it like that? Yeah, I see it because we lost in the final. It was a sad day for all of us, but yeah, I think it's revenge time. Ливерпульдің бапкері 2018-2019 жылдардағы маусымда Юрген Клопп Ливерпульді Европаның үздік клубы қылған. Бір жылдан кейін Англияда да қарсылас шақ келтірмеді. 30 жылдан бері алғаш рет мерсейдіктер ағылшын чемпионатын жеңіп алды. Бундеслигада Боруссия Дортмундты биікке көтеріп аты шыққан Юрген Клопп тұманды Альбионда да біліктілігін паш етіп жүр. Паш, қандай ғажап ес деген бір өлең бар еді, қандай еді? Қандай ғажап ес, шақ, қиялыма ілес, қандай ыстық жүрегімнен сүйір, созылған кірпігімнен күйір. Реал Мадридтің финалға дейінгі жолы. Реалдың қолынан келмейтіні жоқ сияқты. ПСЖ, Челси мен Ман Ситиге қарсы ойындар соған дәлел. Команданың характеріне сөз жоқ. Әрбір ойыннан кейін хейтерлер аузына құм құйылғандай ұялып отыратын болды. Топтық кезеңде Шерифтен жеңілген Реал финалға сүрінбей жеткені қандай қызық. Молдавалықтар біз бұларды айырып алған едік қой деп мақтанып отырған болар. Былтырғы маусымды трофейсіз аяқтаған сливичнилар биылға жақсы қамданып шықты. Тек Ла Лиганда емес, енді Чемпиондар лигасында ұтуды мақсат етеді. Оларға сәттілік те серік болуда. Ливерпульге қарағанда Реалдың плей-оффтағы қарсыластары әлдеқайда қиын болды. Әрқайсысы осы маусымда чемпион атануды армандағандар. Дегенмен Реалға бір жеңіл түскені, олар ішкі біріншілікте қатты қиналмады. Ертерек чемпион атанып алып, сосын бамбук шегіп бар назарды ЧЛ-ға аударды. Дегенмен Реалдың мерзімінен бұрын чемпион атануының өзі зор елік болғанын ұмытпағанымыз жөн. Король клубы 2-ші орындағы Барселонаны әлдеқайда артта тастап кеткені еңбектің жемісі. ПСЖ, Челси, Ман Ситиді ұшырып тастаған Реал Чемпиондар лигасын ұтса әділдік орнайтын сияқты көрінеді. Реалдың тактикасы. 4-3-3 жүйесінде ойнайтын Реалдың діңгегі мықты. Қақпашы Тибо Куртуа, орталық қорғаушы Эдер Милитао, жартылай қорғаныста Казимиро, Модрич, Кросс үштігі. Кілең күштілер жиналған. Сосын орталық шабуылда Бензиманы көргенде де Реал үшін сенімді боласыз. Бензимадай ұлды туған шешесінен айналып кетейік. Шешең аман болсын, Бензима. Penalty. Шешеңнің аты Бензима. Бензимаға жастар жақсы көмек тигізіп жүр. Ман Ситиге қарсы мықты ойнаған Родриго бар. Негізі құрамнан түспейтін Винисиус бар. Айтпақшы, сол Винисиустың Трент Александр-Арнольдпен дуэті ерекше қызық болады. Сондықтан капиталдағы ойынға ерекше назар аударайық. Бір сәт көз жұмып қалса, қызықтан құр қаламыз. Реалдың үздік футболшысы. Реалдың басты күші Чемпиондар лигасының магиясы. Футболдың өзі мадридтіктерге жанкүйер емес пе екен деп ойлап қаласың. Ал ойыншылардың арасынан кімді айтамыз десек, биыл әрине Бензимадан озатын форвардты табу қиын. Франциялық шабуылшы 2018 жылы командадан кеткен Криштиану Роналдудың орнын баса алды. Бензині таусылмайтын Бенз, праймовый Роналду сияқты голларды патырлатып соғып жүр. Топтық кезеңде Реалдың Чемпиондар лигасындағы 1000-ші голын рәсімдеп, тарихта қалғаны да бар. Ал плей-оффта хет-триктерден жіберді. Ситиге қарсы ойында пенальтиді Паненка стилінде соқты. Сосын шешуші жеңісті голын да кіргізді. Шынымен де Бензима
гол соғатын сен ғана деп айтуға әбден лайық ойын көрсетуде. Француз биыл талай рекордтарды жаңартып тастады. Егер финалда дубль рәсімдесе, Роналдудың рекордының мұртын бұзады. Кезінде Рон Элчінің бір маусымында 17 гол соғып тастаған. Бензимада биыл 15. Енді екеу керек. Үшеу болса тіпті қатып кетер еді. Көреміз. Бензима және Лука Модрич, Карвахаль мен Марсело биыл чемпион атанса, бәрі жабылып Ронның басқа рекордын қайталай алады. Яғни 5 рет чемпиондар лигасын ұтқан футболшылардың қатары көбейеді. Реалдың бапкері. 2014 жылы Карло Анчелотти Реал мен Дисиманы рәсімдеген. Италиялық маман Реалға оралғанда көп жанкүйер сол бақытты сәттерді еске алды. Алайда былтыр Эвертонда жұмыс істеген Папа Карло шамасы зейнетке шығуға дайындалып жатыр деп ойлағанбыз. Ливерпульдің командасын биікке көтере алмаған соң Анчелоттидің қауқары таусылған шығар дедік. Сөйтсек, тәжірибелі маман Мадридке оралып, бапкер ретіндегі ЧЛ-дің 5-ші финалына шығып отыр. Анчелоттиден көп финалда ешкім ойнамаған. Ал Реал кәрі құрлықтың басты топтасының финалында 17-ші рет ойнайды. Олар соңғы 7 финалдың бәрінде ұтқан. Бұл дәстүр жалғасам екен. Италиялық маман я деп сенімді жауап берді. Біз өте мықты командаларға қарсы ойнадық. Қызық, бәрі де чемпиондар лигасын ұтып алсақ қой деген. Бәрін қапы қалдырдық. Мен осыған әлі таң қаламын. Футболшыларға алғысым шексіз. Олар барын салды. Және көп көмек көрсеткен фанаттарымыздың алдында да бас иеміз, деді Карло Анчелотти. Италиялық маман Эвертондағы жұмысын да ерекшелеп өтті. Мен былтыр Эвертонда жұмыс істедім. Ол жерде жүрегімнің бір бөлігін тастап кеттім. Сол үшін Ливерпульге қарсы матч мен үшін әлі де дерби іспеттес болады, деп қосты Карло әке. Енді мен 80 жасқа шейін Реалды баптай беруге дайынмын, деп аяқтады ол өз сөзін. Матч қайда өтеді? Басында матч Ресейде өтеді деп жоспарланған. Алайда УЕФА шешімімен финал Франциядағы Стад де Франсқа ауысты. Париждегі аренаға 80 мың жанкүйер сияды. Стад де Франс 1998 жылы әлем чемпионатына арнайы соғылған. Мұнда Мундиалдың финалы өткен. 2 жылдан кейін арена чемпиондар лигасының финалын қабылдаған. 2000 жылғы басты ойында как раз Реал Мадрид ойнаған. Финалда олар отандастары Валенсияны қапалдырған 3-0. Кім төреші болады? Франциядағы финалды жүргізу бақыты француз Клеман Тюрпенге бұйырды. Осы маусымда 39 жастағы Тюрпен чемпиондар лигасының 7 матчында қызмет атқарған. Соның ішінде Челси, Реалда бар. Ал былтыр француз Еуропа лигасының финалын басқарған. Қандай бәс тігеміз? Финалға ставка қою жаман қиын. Әдетте бәс тіккенде бұрынғы матчтарға қарап шешім шығарамыз. Бірақ финалда өткен ойындардың статистикасы рөл ойнамайды. Әйтпесе Ливерпуль Реалды 2009 жылдан бері соңғы 5 матчта жеңе алмай келетінін ерекше айтар едік. Екі тарап арасындағы соңғы финалды да қаперде ұстасақ қате. Ол ойын Кариустың сәтсіз бенефисімен есте қалды. Бұл жолы қақпада Алисон Бекер подводить етпейтіні түсінікті. Негізі финалдарда гол аз соғылады. 3 голдан көп болудың ықтималдығы ылғи төмен. Дегенмен осы жолы бәрі басқаша болатын сияқты. Екі тарапта гол соғу үшін барын салады. Сондықтан мен биыл тотал 2,5-тен көп болады деп бәс тіккім келеді. Бұған Бриксбет 1,73 коэффициентін беріп тұрып. Айтпақшы, Бензима гол соғады дегенге де түгіге болады. Кеф ровно 2. Пенальти қойылып қалса, Карим мүлт кетпес. Бриксбетте енді тіркеліп отырсаңыздар, Бриксдода промокодын теруді ұмытпаңыздар. Сонымен 28 мамыр финал Қазспорт телеарнасының тікелей эфирінде. Ливерпуль, Реал. Күтіп отырмыз. Будет здорово. Финалды күту қызығырақ болсын деп осы шығарылымды сіздерге ұсындық. Көріп, баға бергендеріңізге рахмет. Сіздерден көп лайк күтеміз. Және комментте кімге жанкүйер екендігіңізді жаза кетіңіздер. Колокольчик қосуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар, достар. Давайте. Пикс. Өзің кім деп ойлайсың? Ливерпуль. Congratulations. Wow. Again, please.